Жедел ақпарат, саламатсыздар ма құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтарды алушылардың қатарынан білгіңіз келсе, лайк және подписация таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Алматы облысында баласын сатпақ болған әйел ұсталды. Алматы облысында Қорсақтағы баласын сатпақ болған 24 жастағы көрші республика азаматын полицейлер ұстады. 24 қарашада Instagram желісінде Алматы облыстық полиция департаментінің бастығы Бауыржан Әленов хабарлағандай, облыстық ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері Қарасай ауданында көрші мемлекеттің тумасын ұстады. Аталған азаматшаның әлеуметтік желіде жүктіліктің 7 айындағы тумаған баласын сату туралы хабарландыру жарияланғаны анықталды. Аталған дерек Қазақстан Республикасы Конституциясының 135 бабының 1 бөлігі бойынша Қарасай ауданы полиция басқармасында тіркелді. Қазіргі уақытта күдіктіге қатысты тергеудің жан-жақтылығын, толықтылығын және объективтілігін қамтамасыз ету мақсатында сараптама тағайындау мен тергеу жедел іс-шаралары жүргізілуде. Заңнамада белгіленген тәртіппен ұсталған азаматша аудандық полицияның қамаққа алынды. Қазақстан Республикасының 201 бабы шеңберінде өзге ақпарат жария етуге жатпайды. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.